Аға осы мынау қызға 40 үйден тыйым демекші, әлеуметтік желіде қыздардың да осы жігіттерге айтатыны бар. Неге қыздар тия береді, жігіттерге осында тыйым бар ма деп айтатындар бар. Оған не дейсіз? Дұрыс айтады. Дұрыс айтады. Қарындасым деп ана жігіттер несін айтса, өзінің ағалық несін айтатын болса, ол қыздың да бойында ұят бар ғой, жоқ емес. Бар ғой. Сондай аузы дуалы жаңағы жігіттеріміз, намысты жігіттеріміз тұрған кезде қыздар етек жеңіп тез жинап алады. Бірақ кеше бір жаққа ұшар кезінде аэропортта бір 3 қыз келіп отырды, біз күтіп отырмыз. Қасында 2 жігіттер бар. Енді көбінесе жалғыз жүрмеймін ғой, қасында жамағатпен жүреміз, жігіттеріммен жүремін. Сонда бір 2-3 қыз келіп отырды, үстерін бәрі байлап тастаған, бір 2-ақ жерде киім бар екен. 2-ақ жерде киім бар, мата жетпей қалған ба әйтеуір. Мен ойладым, шаштарын бояп тастаған, ойладым, Кореяның кім екен, Франциянікі ма, бір бәле шығар енді деп. Қарасам, біздің Шымкенттің, қазақтың қыздар екен. Анаң түріне, киіміне қарасаң, Қазаққа қимадыңыз ба? Жоқ, қазақ деп ойлаған жоқ мен. Сөйтінде анықтап қарағанда жоқпын, тыңдағанда жоқпын да. Кейін кітабымды нетіп отқам, қарап отқам. Сөйтем, қазақша бір-екі сөз қазақша шығып кетті. Негізі орысша сөйлеп отқан. Қарап қалдым, сөйтінде, сендер қазақтың қыздар ма демем. Не болды деді. Жаңағы орысшылап. Сендер шынымен қазақтың қыздар ма деп сұрап, иә деді. Аталарының атына, әкелерінің атына ұят келтіріп жатсыңдар ма түрлеріңмен деп. Сол жерден біраз енді ағалық немізді айттық. Бірақ енді біреу тыңдады, ана екеуі шаруаң болмасын деді. Сен шаруаң болмасын, аулақ жүр бізден деді. Бірақ ертең ақыретте көрдік қой. Көрдік, естідік, бір ауыз айтып қалымыз керек қой деген оймен. Олардың кейбір дұрыс емес сөздеріне де ренжіген жоқпыз енді. Ниетіміз жаңардық, бір ауыз айттық, бірақ соның әулетінде, сол қыздардың әулетінде қария жоқ екенін бірден түсіндім. Жалпы мен соңғы кезде мына нәрсені айтып жатырмын. Бір үйде ата-бабамыздың салтына сәйкес келмейтін болса, дінімізге сәйкес келмейтін нәрсе болса, демек ана үйде қария жоқ деп ойлайтын болдық бітті. Ол тек бір әкенің ғана міндеті емес, сол әулетте қария жоқ болды. Солай қабылдайтын болдық. Егер қария болғанда өзінің әулетіне ие болатын еді ол. Әрине. Бір адам бүкіл ауылға ие бола алмайды ғой, әркім бірақ өз әулетіне ие болуға болады ғой, мысалы.